Сәлем құрметті достар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Мамыр айында қазақстандықтар қанша күн демалады? 2023 жылдың мамыр айында қазақстандықтар 3 бірдей мерекені атап өтеді. Станкасы ақпарат агенттігі осы айдағы демалыс күнтізбесін ұсынады. Келер ай қазақстандықтар 11 күн демалады. Оның ішінде 3 бірдей мерекелік күн бар. Олар: 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, 7 мамыр Отан қорғаушылар күні, демалыс күні, 7 мамырдан жексенбі, 8 мамырға дүйсенбіге ауыстырылды. 9 мамыр жеңіс күні. Қазақстандықтар 6-9 мамыр аралығында 4 күн қатарынан демалады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.